Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Сіздер түрлі түсте белгіленген есептеу гидродинамикасына үлгілеу нәтижелерін көріп тұрсыздар. Осы бейне дәріс арқылы біз осы үлгілерді оқуды және түсінуді үйренеміз. Басты сұрақ, егіді нақты нені анықтауға көмектеседі? Мысалы, мынау ағатын орта ағыны пайда болатын аумақ делік. Айталық, мынау бақыланатын аумақ. Егіді міндеті бақыланатын аумақтағы жылдамдықтар мен қысым өрісін есептеу болып табылады. Нақты айтсақ, бақыланатын аумақ үшін біз U, V, W және P мәндерін анықтауымыз керек. Демек, шешім координат осіндегі X, Y пен Z және қажет болғанда T уақыт функциясы болады. Егер осы төрт белгісізді тапсақ, егіді есебін шештік деуге болады. Өздеріңіз білетіндей, осы төрт белгісізді табу үшін төрт теңдеу болуы қажет. Сондықтан біздің келесі қадамымыз осы төрт теңдеуді шығару. Оларды құру үшін біз кішігірім бақыланатын аумаққа қатысты сақталу заңын қолданамыз. Бірінші заң – массаны сақтау заңы. Ол бізді бірінші теңдеуге жетелейді. Бұдан шығатыны ағынның берілген нүктесіндегі массаның өзгеру жылдамдығы кірістегі және шығыстағы массалық шығынның айырмасына тең болады. Бұл келесі формула арқылы көрсетілуі мүмкін. Қалған үш теңдеу импульсті сақтау заңына, яғни Ньютонның екінші заңынан негізделеді. Импульс векторлы шама болғандықтан, оның үш құраушысы болады. Осыдан үш тәуелсіз теңдеуді аламыз. Олар дифференциалды түрде келесідей көрсетіледі. Әр бағыт үшін бөлек теңдеу құралады. Жалпы түрде бізде төрт теңдеу шықты. Осы теңдеулер бірігіп, Навье-Стокс теңдеулері ретінде белгілі. Егер осы төрт теңдеуді шешсек, төрт белгісізді табамыз. Алайда барлық Навье-Стокс теңдеулер үшін талдамалық шешімдер осы күнге дейін табылмаған. Бұл олар дербес туындылардағы сызықтық емес дифференциалды теңдеулердің жүйесі болуына байланысты. Жалғыз қалған шешу әдісі сандық үлгілеу. Жалпы жағдай үшін шешім іздеудің орнына есептеу тұстарында жеке жағдай үшін нақты есепті шығарамыз. Сандық үлгілеу үшін шешудің түрлі математикалық әдістері қолданылады. Навье-Стокс теңдеулері сандық үлгілеумен шешілсе, ол тәсіл тура сандық үлгілеу, DNS деп аталады. Бұл өте қатал әдіс, және оның нәтижелері эксперименттік нәтижелерге қарағанда дәлірек болып саналады. Бірақ ағынның тәжірибелік есебін тура сандық үлгілеу көмегімен шешуге тырысып көрсек, тіпті ең мықты деген компьютерге де оны есептеу үшін жылдар қажет болады. Сондықтан, тура сандық үлгілеу тек зерттеу әдісі ретінде ғана қолданылады. Біз оны тек қарапайым жағдайда ғана қолдана аламыз. Біздің арнамызда ағынның практикалық есептерін Навье-Стокс теңдеулері пайдалана отырып, қандай жолдармен шығаруға болатынын түсіндіретін видео дәрістер бар. Назарларыңызға рахмет.